Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Менің өте пайдалы арнама қош келдіңіздер. Қалампырдың небәрі 2 бүршігін жесеңіз, сіздің ағзаңызбен не болатынын білгіңіз келеді ме? Ол сіздің ас қорыту жүйеңізге қатысты ауруларды емдеп, ағзаңызды қалпына келтіреді. Тіпті ісікпен күресуге көмектеседі. Бұл қалампырдың емдік қасиетінің кішкентай ғана бөлігі. Әрі қарай бұл таңғажайып қасиеттерге бай дәмдеуішті қалай денсаулықты емдеу үшін тұтыну керек екенін білгіңіз келсе, арнама тіркеліп отырыңыздар. Ең алдымен қалампырдың не екенін біліп алайық. Қалампыр Индонезиядағы Малукка аралындағы мәңгі жасыл ағаштарда өсетін хош иісті бүршіктер. Қалампыр әлемдегі ең сүйікті әрі танымал дәмдеуіштердің бірі. Қалампыр мен оның майы Қытай мен Үндістанда 2000 жылдан астам уақыт бойы қолданылып келеді. Бүгінгі күні оны тұтастай ұнтақталған түрінде сатып алуға болады. Тұтас бүршіктері хош иісті әлде қайда ұзағырақ сақтайды. Оның шығаратын хош иісімен қатар қалампыр өзінің емдік қасиеттерімен де өте танымал. Ол витаминдерге, минералдарға және антиоксиданттарға толы. Қалампырдың құрамындағы темір, кальций, магний, фосфор, калий, цинк. Ал витаминдер С, В6, В12, А, Е, Д, К, рибофлавин, ниацин, фолий қышқылы және тиамин. Сонымен қатар ғалымдар қалампыр экстрактынан флавоноид, этанол, тимол, эвгенол, бензол сияқты биологиялық белсенді заттарды бөліп шығарды. Ал енді назарларыңызға күніне 2 қалампырдың денсаулыққа тигізетін таңғажайып әсерлерімен бөлісетін боламын. Күн сайын қалампырдың 2 данасын шайнап жүрсеңіз, созылмалы ангинадан құтыласыз. Тамағыңыз ауырған кезде шайнасаңыз, ауруы басылады. Тамақтанудан 30 минут бұрын бірнеше бөлік шайнасаңыз, ішектің ақ құрттарын 2 күн ішінде өлтіреді. Қалампырдың әрбір шоқтарының құрамында эвгенол, кариофилен және иланген сияқты хош иістері бар 20% эфир майы бар. Сондықтан оның ақ құрттардан басқа ағзадағы инфекциялық бактерияларды, стафилококк, туберкулез өлтіру қабілеті де бар. Ауыз қуысының қабынуын емдейді. Сағыздың орнына шайнау стоматит, периодонтит және гингивит ауруларын емдейді. Ауызды жуатын кез келген заттан артық жағымсыз иісті басады және қайтадан иісті болдырмаудың ең арзан әдісі қалампырды шайнау болмақ. Эвгенолдың құрамы қатерлі ісікті тоқтатуға және оның қайталануын болдырмауға көмектеседі. Бұл арнайы сынақтармен дәлелдеген және тұқым қуалайтын қатерлі ісікке шалдығу қаупі бар адамдарға оны алдын алу үшін үнемі қолданып отыруға кеңес беріледі. Төмен қысымды жоғарылатуға қызмет етеді. 2 данасын шайнау 1 кесе кофе ішкенмен тең. Қан қысымының төмендеуінен болатын шаршағыштықты, бас айналуды және бас ауруын басады. Бұл 2 тал қалампыр энергияны қалпына келтіреді және дененің қорғаныс қабілетін арттырады. Бұл хош иісті дәмдеуіштің құрамындағы В дәрумені ұйқысыздықты жойып, тыныштандыратын әсері бар. Шайдың хош иісін, дәмін және жылу сапасын арттыру үшін оның 1-2 талын үнемі 1 шайнек сүтті шайға қосып ішіңіз. Егер сіз оны отбасымен қолданғыңыз келсе, түнде ұйықтар алдында молырақ 1 кесе сүтке сары май, ас содасы, 1 ас қасық арпа талқанымен араластырып, 1 тал қалампыр қосып дәмін шығарып ішіңіз. Таңертең оянғанда керемет демаласыз. Қалампырдың сапасын тексергіңіз келсе, оны кеседегі суға қатты лақтырған кезде тігінен жоғары қалқып кетсе немесе ыдыстың түбінде тігінен тұрса, бұл эфир майы әлі де бүтін және емдік қасиетін жоғалтпағанын білдіреді. Ал көлденең қалқып тұрса, эфир майының буланғанын және терапиялық мәнін жоғалтқанын көрсетеді. Ескертетін жайт, егер өсімдікке аллергияңыз болса, қолданбаңыз. Сүт тістері түспеген немесе тісі енді шығып жатқан кезде қолдануға болмайды. Қан қысымы жоғары адамдарға қолдануға болмайды.
Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздерге барынша пайдамды тигіздім деген ойдамын. Қош сау болыңыздар.